Сәлеметсіздер ме? Мен Сағадат Нұрмағамбетов атындағы 72-ші жалпы орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Сұлтан Аружапбарқызы. Бүгін менің қорғап жатқан тақырыбым мектептегі жылыжайдың ішкі құрылысы барлығын сіздерге таныстырып өтетін боламын. Ендеше жылыжайға да келіп жеттік. Қазір сіздерге мектептің ішіндегі жылыжаймен толық таныстырып өтетін боламын. Міне бұл біздің мектебіміздегі жылыжай. Алғашқы жылыжайлар 16 ғасырда Париж, Амстердам сынды қалаларда қолға алынған болатын. Ол жерде ең алғаш жыл сүйгіш ағаштар өсірілген. Кейіннен экзотикалық жемістер және де басқа да түрлі өсімдіктер өсіріле бастаған. Міне бұл біздің мектебіміздегі жылыжайдың ішкі құрылысы. Бұл жерде көптеген көкөністер мен өсімдіктер өсіріледі. Нақтырақ айтатын болсақ, қияр, баялды, қызанақ секілді өсімдіктер өсіріледі. Алдағы уақытта көптеген өсімдіктерді өсіруді қолға аламыз деген үміттеміз және оны іске асырамыз. Жылыжайды қандай әдіспен суаратынын айтып өтетін болсам, біз жылыжайды тамшылатып суару әдісі арқылы жүзеге асырамыз. Және де күнделікті жылыжайдың температурасын бақылап отырамыз.